Ассалаумағалейкум. Бүгін міне осындай тауықтарға жаңадан ұя істедім. Алла жазса 2-3 күнде тауықтарды бөліп қоям. Барковский бөлек, Кучинский бөлек. Мына жерге кішкене туу үйренсе енді сосын бөліп қоям. И бүгінгі жұмыртқаны жинаймыз қазір. Бүгін таңнан кешке дейін алған жоқ жұмыртқаны. Қазір қанша жұмыртқа туғанын көреміз. Бисмилла. Алтау. 9, 11, 14, 18, 8, 24, 27, 30, 34, 37, 37, так, 37, 38 жұмыртқа. Не дейсің? Осы қуысқа түсіп кетеді кейде, соны қарап атқаным ғой. 38 жұмыртқа. Міне осындай результат. Не шыққым көп тұр ма? Не істейсіңдер? Шыққисыңдар ма осында? Шықма. Жем емес қой сандыр. Жұмыртқа ғой. Так, 38 жұмыртқа вообще. Осындай результат. Үлкендеу шелек арнау керек болды ғой. Осылай көбейе береді күндігінде. Алла жазса. Так. В общем, мына жақта скоро Барковскийлар тұрады. Арғы бет қорада Кучинский тауықтар тұрады. Так, осы жерге туып үйреніп бастаса, сразу бөлем. Жаңа ащы бұрыш қосып бергем, тауық тамақтарына қосып, содан мынау кішкене тамағына тұрып қалған ба бір нәрсе бір тауық. Бірақ ол өздері кетіп қалады. Солай шығарып тастайды, жөтеліп. В общем, бүгінгі бітірген тірлік осы болды. Біле білсеңіздер, мынандай тауықтар деген осында қуысқа, жоғарыға, бір тынышталған жерге барып туған жақсы көреді. Сол үшін мыналарды да істей салдым, көреміз. Туа ма, болмаса ана майда балапандар қонақтап тастай ма, көреміз ақырында. Амандықта кездескенше сау саламат болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер.